Құртқа көріп батырды, шашу шашып басына, бұралып келді қасына. Нұрына тойып төнгені, көзі көрмей өңгені, іздеген теңім келді деп патшаға салып жеңгені. Мен Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 41-ші жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Аты жөнім Ержанова Айша. Маған Қобыланды батыр жырының кейіпкері құртқа сұлу ұнайды. Себебі құртқаның бойында әрбір қызда жоқ қасиеттер бар. Құртқа ақылды, мықты, сұлу және намысшыл қыз. Мен құртқа сияқты болғым келеді. Әлемді өзіндік ой тұрғысынан ойлануға, жан-жақты дамуына ықпал етеді. Бұл батырлар жыры ең байда көне саласы, бірақ ұрпақтан ұрпаққа келе жатқанына біраз жыл болды. Сол біздің ата-бабамызды, бізді қорғаған батырларымызды білу арқылы оқушылар өз ойларын ашық та еркін айта біледі және өз жігерлерін жанып, асыл сезімдерін ұштауға бой алдырады. Бұның барлығы әрине әдебиет пен өнердің арқасы деп ойлаймын.